Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен қазіргі таңда хит болып жатқан шах палауын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де достар, менің каналыма егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен отымызды жағып, қазанымызды қыздырып аламыз. Қызған қазанымызға сұйық майды салып, бір үлкендеу пиязды салып, аздап қуырып аламыз. Пиязды қатты күйдіріп жіберуге болмайды майда, себебі тамақтың дәмін құртады. Сәл қуырылған соң етімізді салып, етіміздің қызарғаны кеткенше осылай пиязбен қуырып аламыз, араластырып отырып жай отта. Одан кейін сәбізді үлкендеу етіп турап, осы үшеуін енді жақсылап араластырамыз да, бетін жауып 40 минутқа қоямыз. Айта кететін маңызды жайт, егер сіздің малыңыз үлкен мал болатын болса, үлкен малдың малы болатын болса, онда сіз одан да ұзағырақ уақытқа қойыңыз, себебі ет қатты болып қалуы мүмкін. Мен 40 минуттай жай отта осылай өз суында қуырып, бетін жауып пісіріп алдым, қуырып алдым. Енді тұз, зира қостым. Сіздер қалауларыңызша ноқат, мейіз салсаңыздар болады. Енді тағы бетін жауып кішкене бұқтырып пісіріп алдым. Ыстық суды құйдым. Суды құйған кезде етімізден 1,5 сантиметрдай суымыз асып тұру керек. Себебі күріш салғанымызда біз күрішіміз суды тартады. Егер сіз суды аз салсаңыз, палауыңыз, күрішіңіз құрғап қалуы мүмкін. Сондықтан сол жағын ескеріп, суды кішкене көбірек кетіп құя беріңіз. Мен қарап тұрсаңыздар, осылай салдым күрішімді, және күрішім батып тұр. Енді бетін жауып, тағы 40 минуттай, 35-40 минуттай жай отта бетін жауып пісіріп алам. Оған дейін жылы сүтке тұз қосып, қант қосып, және аштықыны қосып, илегіштен алдын ала иленген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп қоямын. Илеген қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, оның үстінен жылы болсын деп бет орамалды жауып қойдым. Менің қарасаңыздар, күрішім осылай шашылып, әдемі болып пісті. Енді бетін ашып, қазанның бетін ашып, күрішімізді суытып аламыз. Мұнда енді қамырым менде ашып тұр. Қамырымды 2 бөлікке бөлем, бір үлкендеу және бір кішкентай. Тапамыздың бетіне пергамент қағазын төсеп, үлкендеу қамырымызды осылай жайып, жан-жағына бортиктарын шығарып, суылған күрішімізді саламыз. Оның бетінен сарымсақты қоямыз, тамаққа ерекше дәм беріп тұрады. Енді екінші қамырымызды жайып, формамызда тұрған палауымыздың бетін жабамыз. Шетін қалауларыңызша бүгіп түйсеңіздер болады. Мен осылай алдын ала екі қамырды біріктіріп жабыстырып аламын да, шетінен осылай қамырды ішіне кіргізіп отырып, осылай орап шығамын, және ортасын міндетті түрде тесіп қойыңыздар. Бір жұмыртқаны жағып, бетіне қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште қамырымыз қызарғанша 30 минуттай, 20 минуттай пісіріп аламыз. Және осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте керемет шах палауымыздың нанының өзі ерекше.
ерекше тағамды осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше.